көңіл-күйіңіз қандай бүгінгі? Ендеше осындай тамаша көңіл-күймен біз бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз басталмас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін мен топты жүрек, гүл және көгершін деп бөліп отырмын. Яғни жүректерің өте кең болсын, гүлдей жайнап өссіндер. Көгершіндей сүйіспеншілікте, сенімділік болсын, бейбітшілік болсын араларың. Сондай бөліп отырмын. Әр топтың бөлінгені парталарында тұр. Келіп мына жерден өздеріне ұнағандарын да алыңдар. Балалар, өткен сабағымызды пысықтап алайық. Өткен сабағымызда қандай тақырып өттік? Кім айтады? Айта ғой. Дүниежүзі аймақтардан табиғи ресурстар. Енді осы табиғи ресурстар туралы не білеміз? Табиғи ресурс дегеніміз не? Кім айтады? Айта ғой. Табиғи ресурстар дегеніміз табиғатта кездесетін заттар мен құбылыстардың жиынтығы. Жақсы. Табиғи ресурстарымыз туралы қазір қаншалықты білімімізді жинақтайық та онлайн мектептен тапсырманы орындайық. Онлайн мектепке кірейік бәріміз. Онлайн мектепті ашайық. Онлайн мектептен орындайық. Күнде 8 балл. Енді 8-9 балдан орындаған. Яғни бүгінгі тақырыбымызды біз меңгердік. 8-9 балл алдық, не балалар? Жақсы. Әлді дайындықты қажет етеді Жауынбаевқа, сосын Жұмахан Мансұрға. Жаңа тақырыбымызға көшейік. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз қандай болатынын бейне көрсетуге қарап қандай тақырып екенін анықтайық балалар. Қаршылардың мәліметінше өңдеуші өнеркәсіпте мемлекеттік қолдау көрсету. Бүгінгі тақырып қандай болады? Деп ойлайсыңдар? Қалай деп ойлайсыңдар? Табиғи ресурстарды өңдеу тақырыбы. Дәптерімізді ашайық, бүгінгі тақырыбымызды онда жазайық. Дұрыс тапсырыңдар балалар. Мақсаты табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын сипаттау, орталықтар мен дайын өнім түрлерін атау. Осыны білсек, біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жетеміз. Қазір балалар осы тақырыпты жақсы меңгеру үшін оқулығыңыздар осы тақырыпты ашайық. Оқулықтар содан кейін онлайн мектептен осы тақырыпты мәтінін ашайық. Сол мәтін бойынша қарап, мен қазір қосымша тапсырма мәтіндер беріп, соған қарап тапсырма орындаймыз. Ашып алайық. Онлайн мектептерді ашып, мәтінді қарайық осы тақырыпты мәтінін. Содан кейін оқулықтан қараймыз балалар. Яғни бұл тапсырмада біз не орындаймыз? 3 топқа бөлінесіңдер. Бірінші топ жаңағы қара металлургия бойынша қорғайды, екінші топ отын энергетикасы, үшінші топ жеңіл өнеркәсіп бойынша қарайсыңдар. Осы бойынша біз талдау жасаймыз. Енді отын энергетикасы бойынша мұнай өңдеуді талдайсыңдар, қара металлургия бойынша темір өңдеуді, жеңіл өнеркәсіп бойынша мақта өңдеуді талдайсыңдар. Қазір постерларымды беремін. Ашып, оқи беремін. 2 минут бар. Яғни тапсырма балалар қалажатысы арқылы орындалады. Яғни қалажатысы арқылы сендер мына жерде барлық реттілігімен, тізбектелу реттілігімен орындайтын боласыңдар. Металды өңдеудің тізбектілігін көрсетесіңдер, және қалай өңделетіндігін көрсетесіңдер.
Menzillerini açıp жаңағы оқып алып оқи беріңдер. Ақпарат өтіп оқи беріңдер. Екінші, мұнай өңдеу, алғашқы өңдеуді көрсетесіңдер. Мұнда қалаш әдісімен болады. Мұнда да тізбекті көрсетесіңдер. Мұнай өңдеуде алғашқы өнімдер қайсы салынады, неше градус екендігін барлығын көрсетесіңдер. Яғни бұнда да тізбекті көрсетіп, реттілігімен көрсетесіңдер. Реттілігін көрсетесіңдер. Үшінші, қалаш әдісі, толқыма өнеркәсібінің ішкі салалық байланысы. Бұнда да ішкі салалық байланысы бойынша біріншіден қайсы не аламыз, одан кейін қандай өнімдер алынады, соларды реттілігімен көрсетесіңдер және сипаттайсыңдар. Аяқтаймыз балалар. Шикі мұнайды тазартып, оны мұнай өңдеу зауыттарына өткізеді. Шикі мұнай бұл жерге теміржол танкері және теңіз танкері арқылы жеткізіледі. Мұнай өңдеу алғашқы және қайтару өңдеу болып бөлінеді. Мұнайдың құрамында қатты, сұйық және газ тәрізді мұндай зат болады. Мұнайдың белгілі бір қайнау температурасы болмайды. Біреу жоғары температурада қайнаса, енді бірі төмен температурада қайнайды. Мұнай өңдеу температурасы бірдей тобы фракция деп аталады. Мұнайдың алғашқы өңдеу және немесе тазарту бұл мұнайды фракцияға бөлу үдерісі болып саналады. Ол арнайы колондарға жүргізіледі. Оларда буды сұйық күйге айналдыру үдерісі жүреді. Көздегі қойғанында жақсы, енді өздерін осы қойғандар бойынша топ бір-бірлеріне бағалайды. Бірінші топты, үшінші топ бағалаймыз. Жапон әдісімен қанекей көрсетейік. Жақсы. Ноктес Қытайдағы ірі мұнай газ орталығы және де ақш-та орналасқан Эксон Мойбл ірі корпорациясына тіркелген. Яғни сенің бір не болды, толықтырын қосады болды. Яғни келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамыз біздің балалар кескін картамен жұмыс болады. Кескін картада жаңағы анықтаған табиғи ресурстардың өңдеу орталықтарын кескін картаға түсіреміз. Тым қатқыл әдісі бойынша қара жәшік өнімінен қолданыста аса маңызды технологиялар анықтау. Біз жаңа өңдеу, қалай өңделетінін өнеркәсіптегі талдардыңдар, содан кейін орталықтарын көрсеттіңдер. Енді қазір сол технологиялар, қандай технологиялар қазір қолданыста екен? Жаңа технологияларды анықтауымыз керек. Ол үшін мына жерге кім қара жәшік қолданысына келіп анықтайды қолданыстағы жаңа технологияны қайсысын анықтағымыз келеді, тағы басқамыз, тағы келе қойын. Компьютерлендіру қазіргі таңда бірге роботтармен бірге дамып келе жатыр және де ол жалпы еңбектің дамуына өз септігін тигізуде. Өте жақсы. Біздің жаңа технологияны сослар екенбіз, сосларды қайтымыз керек екен, дамытуымыз қажет екен. Соның ішінде бізге ең қажеттісі барлық әлеуметтік жағдайымыздың жақсаруы, экономикамыздың жоғары көтерілуі, барлығы неге байланысты деп ойлайсыздар? Баламалы энергияға байланысты. Енді осы энергия көзі біздің
Қазақстанда қалай болып жатқандығын сендерге қосымша үйден дайындалып келіңдер, энергия көздері бойынша деген. Сол бойынша біз ашық алаңда соны талдаймыз дегенбіз. Солай ма болса? Енді осы ашық алаңда энергия көздеріміз қазіргі кезде қалай болып жатыр, қайсысын қолдануымыз керек екен, осыны талдап көрейік. Талда кім жүргізеді? Келе ғой. Басты тақырыбы атом электр станциясын Қазақстанда салу. Бүгін бізге өз ойымен бөліс үшін экономистер, экологтар және халық келіп отыр. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2030 жылы электр тапқыншылығы болатын. Сол себепті бізге атом электр станциясын салу керектігі жайында жолдау жасады. Қазақстанда атом станциясы керек. Әлем елдері алдағы уақытта электр энергиясы тапшылығы мәселесімен бетпе-бет кездеседі. Енді осы атом электр станциясы пайдалы ма, қауіппе? Осы жайында халықтың ойын біле кетсе. Атом электр станциясы болғанда неге мамандарға керек емес? Неге өз керек? Бүгінде керек нәрсе. Егер де барлық жағынан қауіпсіздік ережелерін сақтайтын болса, осыны салу қажет деп ойлаймын. Сіздердің ойыңыз ашық алаңымызда біз экономистердің, халықтың және экологтардың жеке пікірін біліп өттік. Енді бұны біз алдыңғы уақыттың еншісінде қалдырсақ. Бірімізді қорытындау барысында қақыт ойын ойнайық. Жанайым, екінші орында Нұрайым, бірінші орында Саралды. Жергілікті жақсы мемлекеттері туралы жазып Бағдаршамға дейік. Olsun, өңдейтін өнеркәсібіміз дамысын, біліміміз тереңдей түссін. Соған атсалысамыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар.